жақ өртеді. Содан кейін біз де мына шетінен жинастырып өртейміз. Өртеп тазалайсыздар ма несін? Өртеп тазалаймыз. Басқаша қалай тазалаймыз? Талдың өртенген еш нәрсесі де жоқ. Извините, я первый год, я не знаю, я в шоке, и люди все в шоке. Вот это эти, бабамыздан это все идет. Мы сжигаем. Даже выходили возле дома, собирали мусор и вот так сжигали. Дұрыс деп ойлайсыз. Жоқ, мен бұны дұрыс деп тұрған жоқ. Өртеу деген дұрыс нәрсе емес. Сіз ба меңгеруші аурухана? Кім рұқсат берді өртеуге? Кеше біздің әкіміміз неге жіберді ғой чатқа ше. Осы жерлерді ертең таңертеңнен бастап тазалаңыздар поликлиниканың территориясын деп ше. Бізде міне мекеме басшылары деген бар. Өртеңіздер ме, тазалаңыздар деді ме? Қазір мектеп жақ өртеді. Содан кейін біз де мына шетінен жинастырып өртейміз деп санитарлар жіберіп отырды. Мектеп жақты кім өртеді? Мектеп жақта өртеді. Қазір алдында код бар емес пе? Мынау жыңғылдардың толып қалған жер ше, соларды істеді. Әкімнің өзі айтты ма? Мекеме басшылары деген өртеңіздер деді ма, или шығарыңыздар деді ме? Тазалау керек деді, болды. Тазалау керек. Оны басқаша бізде вариант жоқ қой. Неге жоқ? Әкім ғой сөйлеп жатыр. Шығарайық деп тұрған. Өртейік деп тұрған жоқ. Енді не қылдыңыз, артық қыламын деп. Әдейілеп ешкім істеген жоқ оны. Әдейілеп істеп жатыр, біз қазір көріп. Қалай әдейілеп істеп жатыр? Медсестраларыңызды жұмысқа салып қойып. Жоқ, санитаркалар олар өзіміздегі. Медсестрада жүрген екен. Жаңа біз түсіріп алдық. Медсестрамыз өзіміз аға медбике ғана жүр ғой. Басқа медсестра шығар енді, басқа медсестралар жаңа медсестралар жүрген жоқ, тек қана санитаркаларымыз. Бізге айтылды, соны істедік. Иә, айтылды. Медсестраларға айтыпсыз. Медсестра емес қой, санитаркалар ғой, жүрген қыздарды шақыршы. Қазір полиция қызметкерлері анықтайды, осы кісілерге тапсырамыз. Оны бүкіл мекемелерді мынау парктың. Сіз қазіргі таңда сіз өз мекемеңізге жауап беріңіз. Иә. Себебі өзіңіз санитаркалардан жаңа сұрадық, енді тапсырма бермесе біз жоқ, санитаркаларды тапсырма беріп шығардық. Потому что әкімнен біз сондай тапсырма алып отырмыз. Өрте деген тапсырма алдыңыз ба, әлде? Мен бағанағы сізге видеоны көрсеттім ғой. Тазалаңдар жұмысын жасап. Бағана мектеп жағып атқаннан кейін біз басқаша қалай тазалаймыз? Талдың өртенген еш нәрсесі де жоқ. Не үшін өрте бастап жүреді? Жоқ, сол сіздер өрте бастырып болмайтын білесіздер ғой. Иә, бұл көгалдандыру жері. Мына қараңыз, талдар тұр не? Мына ағашты қараңыз. Ағашты қараңыздар. Ағашты да өртей жіберсіздер. Сіздер көріп тұрмыз ғой. Хозяевалар жаққан мына. Біз әшейін оны хозяин жаққан жеріне тастап жатырмыз. Не болды енді талдарға? Барлық жерді өрте бастар ғой. Парктың ішіндегі жаңағы біреу өртеп кетсе не болады? Жоқ, мейлі ғой, мусор не үшін, қоқыс полигоны не үшін өртеуге бола ма жалпы? Қазір Өртеуге болмайды, бірақ мына жерден бар ғой, оқушылар өтеді біріншіден. Мынаны біреу не қылатын болса, мына не болады сонда? Жоқ, мейлі ғой, енді қоқыс тазалайтын кім сіздерде, кім бар? Қалай тазалайсыздар бұны? Өртеп тазалайсыздар ма сонда? Өртеп тазалаймыз. Мынау не болып тұрған жоқ, мына қазір табиғи неден, ар жағдан, мына полядан бәрін айдап алып енді транспорт. Сіз дұрыс деп ойлайсыз? Жоқ, мен бұны дұрыс деп тұрған жоқ. Өртеу деген дұрыс нәрсе емес. Бірақ мынаны қазір оқушылар өртейтін болса, мынау 50 жылдық ағаштардың бәрі өртеніп кетеді ғой. Онсыз да қазір ағашты өрте бастық. Оны біз өртеген жоқпыз. Бұны уже кеше тұрғандар өздері еске алды.